Қайырлы күн, құрметті оқушым. Бүгін сіздермен морфологиялық талдау жасағанда қате кетпеу үшін ең алдымен үш компонентті білу керек туралы түсіндіретін боламын. Ол үш компонент бізде түбір, жұрнақ, жалғау. Яғни мен өзімнің практикамда оқушылардың көпшілігі түбір табуда жаңылысады. Яғни түбір дегеніміз не? Ол әрі қарай тұлғалық жағынан бөлшектенуге келмейтін сөздердің жаңа сөз жасауға негіз болатын ұйытқысы. Мысалы, өзгеріске деген сөздің түбірі өзгер емес, өзге емес, өз, яғни өздік есімдігі. Білімге деген сөздің түбірі біл, яғни етістік. Оған ім деген сөз тудырушы, зат есім тудырушы жұрнақ қосылу арқылы ол зат есім, білім деген сөз жасалады. Ге дегеніміз барыс септігінің жалғау екенін біліп тұрмыз. Түбірлер негізінен 9 сөз табынан жасалынады. Олар зат есім, сын есім, сан есім, есімдік етістік, үстеу, еліктеу сөз, шылау, одағай. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөзді біз зат есім деп айтамыз. Олардың сұрақтары кімдер, кім, не, нелер. Мысалы, адам, әншілер, кеме, ағаштар. Орыс тіліндегі имя существительныйден біздің зат есімнің айырмашылығы, орыс тілінде кто деп жандының барлығына, мысалы ол мысық болсын, ол мейлі өсімдік болсын, барлығына кто деп қоятын болса, қазақ тілінде тек қана адамға ғана кім деп қояды, қалған жанды, жәндіктер болсын, жануарлар болсын, қыр, үй хайуанаттар болсын, барлығына не деп қояды. Мысалы алатын болсақ, бізде зат есімнен жасалынған түбірлерге алма, мысалы ата, аққу, көл, ғарышкер, құлпынай, тағы да басқа миллиондап мысал келтіруге болады. Сонымен бірге түбірді біз доғал белгіде белгілейміз. Карандашпен, мысалы дәптерге талдағанда сөйлемді. Мысалы адамдар дегендегі түбір адам, дар дегеніміз көптік жалғау. Алмаға су құй дегенде түбір алмаға дегеніміз барыс септігін жалғау, су деген зат есімнен жасалған түбір екенін көріп тұрсыздар. Ғарышкердің дегенде түбір ғарышкер, ғарыш деп алсақ та болады. Кер дегеніміз зат есім тудырушы жұрнақ болып есептелінеді. Дің дегеніміз ілік септігінің жалғауы. Мектептің ауласы дегендегі мектеп, аула, бұл жер зат есімнен жасалған түбірлер. Еденді жу дегендегі еден, зат есімнен жасалған түбір. Д дегеніміз табыс септігінің жалғау екенін көріп тұрсыздар. Нені деп сұрақ қою арқылы. Кітапты жыртпа дегендегі түбір кітап, сөмкеңді көтер дегендегі түбір сөмке. Зат есімдер негізі жалпы болып бөлінеді, өздеріңіз білетіндей. Жалпы дегеніміз жалпылама айтатын кішкентай әріптермен жазылатын, мысалы кітап, мектеп, бала, адам, ағаш. Ал жалқы дегеніміз ол жалпыдан жалқы қарай ойыссақ, мысалы кітаптың ішіндегі абай жолы, мектептердің ішіндегі 8-ші гимназия, көп баланың ішіндегі айбол, ағаштардың ішіндегі емен ағашы. Директі, дерексіз зат есімдер деп отырғанымыз бұл директі көзге көрінетін қолмен ұсталынатын заттар, мысалы компьютер, орындық, үй, машина, кітап, дәптер, қаламсап, тағы басқа келтіре беруімізге болады. Ал дерексіз деп отырғанымыз ол көзге көрінбейтін қолмен ұсталынбайтын заттар, мысалы сезім, бақыт, достық, ұят, ар, тағы басқа мыңдап келтіруге болады. Ал енді сын есім. Сын есімсіз біз өмірімізді елестетсек құр әшейін бояусыз бір сондай бір елестейді. Ал егер сын есім біздің өмірімізге әр беретінде, сән беретінде сын есім. Оның сұрақтары қандай қай? Кімнің ненің? Кімнің ненің деп отырғанымыз ілік септіктің сұрағы екенін білеміз. Мысалы бір ғана алмаға оның түсі жағынан, дәмі жағынан, пішіні жағынан мыңдаған сын есім келтіруге болады. Қызыл, тәтті, домалақ, қышқыл, дәмді деп бұның барлығы сын есім екенін көріп тұрмыз. Сын есім құрамына қарай негізгі туынды болып бөлінеді. Негізгі сын есім деп отырғанымыз тек қана түбірден жасалынған сын есім, мысалы қара, көк, таза, жақсы, терең. Ал егер сол түбір сын есімге біз жұрнақ қосатын болсақ, онда ол туынды сын есім болады. Мысалы көшпелі, кешкі, өнерлі, білімді. Бұл жердегі Л, К, Л, Д деп отырғанымыз жұрнақтар, құрметті оқушылар. Енді сын есімдер мағынасына қарай сапалық қатыстық болып бөлінеді. Сапалық сын есімдер, нағыз сын есімдер, яғни кәдімгі родной сын есімдер, көк, ақ, ұзын, биік. Ал қатыстық сын есім деп отырғанымыз түбірі басқа сөз табына қатысты болып келеді. Мысалы, орманды дегеніміздің түбірі орман, лес, яғни зат есім. Оған д қосу арқылы біз сын есім жасадық. Сондықтан да қатыстық сын есім өзі аты айтып тұрғандай басқа сөз табына қатысты. Ал енді басқа сөз табынан ерекшелігі сын есімде ғана шырай формасы болады. Бізде шырайдың екі түрі бар. Салыстырмалы және күшейтпелі. Салыстырмалы шырайдың жұрнақтарын осы жерде көрсетіп қойдым. Видеоны паузаға қойып жазып алсаңыздар болады. Мысалы қарайтын болсақ, жақсырақ, төменірек, биігірек, көгірек. Ал енді күшейтпелі шырайдың жасалу жолдары екі түрлі жолмен жасалынады. Бірінші
күшейткіш буындар арқылы, екінші күшейткіш үстеулер арқылы. Бірінші мысалы сап-сары, қап-қара, аппақ деп кете беретін болсақ, осы жерде бір екі ескерте кететін исключение дейді ғой орыстарда. Сондай бар, мысалы аппақ пен көкпеңбекте ешқандай дефис болмайды, яғни бірге жазылады. Аппақ, көкпеңбек, бірақ бұл күшейтпелі шайға жатады. Ал енді күшейтпелі шайдың екінші жасалу жолы ол күшейткіш үстеулер арқылы. Күшейткіш үстеулер дегеніміз, құрметті оқушым, ол ең өте тіпті кілең, мысалы ең әдемі, өте қара, тым жақсы, тым нашар деген сынды. Бұлардың барлығы күшейтпелі шай болып есептелінеді. Сінесінен жасалынған түбірлерге мысалы жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейміз, сондағы жақсының дегендегі жақсы сінесінен жасалынған түбір. Ал биікке ұмтыл дейміз, сондағы биікте сінесінен жасалынған түбір болады. Ал енді сан есімге келетін болсақ, сан есім заттың санын білдіретін, қанша неше деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Оның мағыналық жағынан 6 түрі бар. Біріншісі есептік сан есім. Ол мысалы кәдімгі сандар, мысалы 1, 1986, 11, 12, 20 деп кете береміз. Ал реттік сан есім сол есептік сан есімге ыншы жұрнағын қосамыз. Мысалы 1, 2, 9 деп. Мысалы дене шынықтыру сабағында санал дегенде 1, 2 деп саналасыздар ғой. Реттік сан есімге келгенде соны естеріңізге түсе қойсын. Жинақтық сан есімнің саны шектеулі, 1-ден 7-ге дейін ғана. Оған ау, еу жұрнағын қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген болмайды. Өздеріңіз біліп тұрсыздар, Төртінші топтау, оған шығыс септігінің жалғауы қосылады. Наннен, данден, тантен. Мысалы 4-4-тен 10, 10-нан. Көбінесе мысалы топтық жұмыс жасағанда мұғалімдеріңіз айтады. 4-4-тен өлтіріңіздер, 3-3-тен бөлініңіздер деп. Бөлшектік сан есім деп отырғанымыз мысалы математикада болады. 2-ден 1, 2-ден 10-нан 5, 3-ден 1, немесе 2,5 деген сынды. Осылар бөлшектік сан есімге жатады. Болжалдық деп отырғанымыз өзі ат айтып тұр, предположение, орыс тіліндегі. Ондаған, 50-дей, 30-дарда, 2, 3, 100 шақты, 1000-ға жуық. Яғни нақты сан емес, біз болжап айтып тұрмыз. Ал енді сан есімнен болған түбірлерге келетін болсақ, мысалы біреу шешсін дейміз. Осы отырған екі адамның ішінден біреу шешсін дейміз. Сондағы біреу деп отырғанымыз жинақтық сан есім. Екінің бірінің қолынан келе бермейді дейміз. Сондағы 2 және 1 бұл жерде есептік сан есім болады, құрметті оқушылар. Енді келесі 4-ші сөз табымыз біздің есімдіктер. Есімдіктер деп отырғанымыз зат есім, сын есім, сан есімнің орнына жұмсалатын орынбасар сөз табы болып есептелінеді. Яғни былайша айтқанда заменаға шығатын сөз табы. Есімдіктің мағына жағынан 7 түрі бар. Жіктеу есімдігі олар білесіздер. Мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Сілтеу есімдігі указательный дейді. Сол, бұл, мына, анау, осы, аналар, сұрау. Қазақ тіліндегі бүкіл сұрақтарды келтіре беруге болады. Өздік түбірі өзден басталады. Өзім, өзіңіз, өздері. Жалпылау деп отырғанымыз барлығы, бәрі, түгел, тегіс. Белгісіздік деп отырғанымыз белгісіз өзі айтып тұр. Әркім, кейбіреу, бірнеше. Болымсыздық еш түбірінен жасалынады. Ешке мысалы қосыла береді. Ешкім, ешбір, ешқайдан, ешқашан деп. Мысал алатын болсақ, мен үйге бардым дегендегі мен бұл жерде есімдік, сол жұмысты аяқтадым десе, сол дегеніміз есімдіктің сілтеу есімдігі болады. Яғни түбіріне келгенде осылай тауып аласыздар. Келесі етістік. Етістік бұл не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мен сіздерге осы жерде бір нәрсе айтайын. Басқа сөз таптары бізде өзге тілден енген болса, басқа сөз таптарына сөздер, етістік бізде фоновый лексика дейді, яғни фондық лексика. Ешқандай етістікті біз өзге тілден алмағанбыз. Біздегі қазақ тіліндегі бүкіл етістіктер өзіміздікі, яғни қазақ тіліне тән. Етістік сабақты және салт болып бөлінеді. Табыс септігін қажет етсе, мен әдейі мұнда плюс белгісін қойып қойдым. Яғни сабақты етістікте табыс септігі қажет. Мысалы, ақшаны сана. Мұнда сана дегеніміз сабақты етістік, оның алдындағы сөз табыс септігінде тұр. Ақшаны, нені? Ал енді салт етістікте табыс септігін қажет етпейді. Табыс септігінен басқа септіктерді қажет етеді. Барыс, жатыс, шығыс, көмектес. Мысалы, үйге бар. Мұнда салт етістік бар. Үйге дегеніміз барыс септігінде тұр. Қайда, немесе неге бар? Сабақтан шық, неден шық, шығыс септігінде тұр. Еденді жу, нені жу, табыс септігінде тұр. Сонымен бірге болымсыз етістіктің жинақтары маме, бабе, папе. Яғни бар, барма, өш, өшпе, уайымда, уайымдама. Келесі сөз табымыз үстеу. Үстеудің білесіздер, яғни қимыл іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, амалын білдіретін сөз табы. Бұның 7 түрі бар. Мезгіл ол қашан деген сұраққа жауап береді. Бүгін, жазда, түнде. Мекен ол қайда, осында, бері, ілгері. Себеп салдар неге дегенге жауап береді. Амалсыздан босқа, бекерге. Қимылсын қалай дегенге жауап береді. Мысалы, қалай жүрді, әрең жүрді, емін еркін, мөлшер қанша, әжептәуір, біршама, көп, аз, күшейткіш, ең, тым, аса, өте.
мақсат үстеуі